Келінімнен сабақ алып жүрмін. Өзім солтүстіктің өңірінің қызымын. Алматыдағы жоғары оқу орнында бірге оқыған оңтүстіктің жігітіне тұрмысқа шығатынымды айтқанымда шешем түбегейлі қарсы болды. Олар қазақылықтың лайына батырып, мәдениетті күнге айналдырады, деп шошытты. Сол сөздердің санама әсері сонша, шаңырақ көтергеннен күннен бастап билікті қолыма алдым. Шын сүйсең Алматыда қаламыз деген алғашқы шартым еш қарсылықсыз орындалып, одан кейінгі жылдары қазақтың салт дәстүрінің бірін де мойындамадым. Қайын жұртқа ас тойларда ғана барып, көп бөгелмейтінбіз. Ата-енем пәлен деп те ештеңе айтпады. Не керек, қазақпыз дегеніміз болмаса Европаша өмір сүріп жаттық. Қыз өсті, ол ер жетті. Балам оңтүстік жақтың қызын аламын дегенде қарсы бола қоймадым. Жас келген сайын ол мен қыздың болашағын ойлап, іштей балаларымызды инабатты оқыған, жарын құрметтейтін, жағдайын жасайтын, қартайған шағымызда бізге мейірімділік көрсететін келін мен күйеу баланың болғанын қаладым. Өзге өңірде де жақсы жастар бар ғой, дегенмен қазақылықтың қаймағы бұзылмаған оңтүстік өңірінде иманды жастар көбірек болатындығын іштей мойындамайтынмын. Күйеу балам түркістандық, келінім Қызылордадан болды. Қызымды қанша күттесем де күйеуі Түркістанға кетті. Көндім, шүкір, жаман емес. Ал келінім Аяукамның ақылдылығы мен көргенділігі, тәрбиелігіне іштей Аллама мың мәрте шүкіршілік еттім. Қайын жұртыма салихалы келін бола алмадым. Болуға талпынбадым. Сонда да құдіреті күшті Тәңірім мендей ойсыздау пендесіне мейірім төккеніне, кеште болса қателігімді түсінуге мүмкіндік бергеніне тәубе етемін. Әлқиса. Келінім түскен күннен орамал тартып сәлем салды. Сәлем салмай қой дегенімді, мама, батаңызбен ақ тілегіңізді аяйсыз ба деп жымиды. Сосын өрескілеу, тік айтқанына қымсынып, бата алатын ата-енем бар, мен бақытты келінмін деді. Жүрегім жылып сала берді. Рас, ерге шыққаныммен келін болу бақытын сезінген емеспін. Я, келін болу бақыт, келін болу жар құшып бала сүю ғана емес. Бұл сол әулеттің шаңырағына уық болып қадала білу бақыты. Әттеген-ай, сол бақытты түсінбегеніме қынжыламын. Олай дейтінім келін, яғни екінші сұраптағы адам болғым келмеді. Сол пейілімді түсінген қайын жұртым да маған келіп, келін деп қарамады. Бөтен болдым. Үлкенге сәлем салып, қызмет қылып, бата алып көрмедім. Аяукамның әлгі сөзі маған осынды түсіндірді. Бұл менің келіннен алған алғашқы сабағым. Жаңа түскен келінге бірден үйрене қою қиын екен. Үйіңде бөтен бір кісі жүргендей. Оның әр ісіне, аяқ алысына, қимыл әрекетіне, сөзіне сынмен қарап, сырттай көп бақыладым. Байқағаным ұлымның да, атасының да бас киімдерін кіре берістегі киім ілгіштен алып, төргі бөлмеге қояды. Бірнеше рет қайталанды. Себебін сұрадым. Асхат отауымның, атам, әулетіміздің бас иесі ғой. Әжем үнемі атам мен әкемнің бас киімін жоғары қойып жатып, еркек пірің, бас киімің жоғары қой. Мейірі үстем болады. Күйеуіңнің мерейі үстем болуы ол әйелдің бақыты дейді. Ішім жылып қалды. Бұл екінші сабақ болды. Мойындаймын, әйел мен еркек тең деген қағидамен еріме ешқашан пір бас ие деп қарамаппын. Ол да оны талап еткен емес. Өз көйлек, шалбарын өзі тазалап, өтіктеп, тамағын жылтып, ішіп кете беретін. Бұл біздің тұрмысымыздағы қалыпты жағдай. Оған мән беріп жатқан ешкім жоқ. Өзімнің еркектің қисық қабырғасынан жаратылғанымды және жарымның алдында зайыптылық міндет парызымның болатынын білмей келіппін. Мұны келінімнің іс-әрекетінен ұғындым. Тағы бірде кешкісін кіре берісте балшық аяқ киімдерді тазалап тұрған келінге қызым, әркімнің өз қолы бар ғой, келін болдым деп тым асыра сілтеп жібермедің бе? Дедім әзілдеп болса да ойындағысын айтып. Сенің де етегіңді сүртіп қойдым. Көріп тұрмын, рахмет, саған жағымды болды ғой. Әрине, бірақ сен бұл үйдің күң емессің ғой. Өз етігімді сүртіп тұрып, қалғандарын ысырап қоя алмадым. Бір етікті сүрткенне, екеуін сүрткенне қиындығы жоқ. Екіншіден, балшығымен тұра берсе, су терге сіңіп, аяқтары былжыратады. Тазаламасам, таңертеңге дейін кеуіп, құп-құрғақ болады. Вот так.
Үшіншіден, асхатымның үнемі тап-таза ұқыпты болып жүргенін қалаймын деді. Мұндайға қалай елжіремейсің? Дегенмен, бұдан алған сабағым да аз болған жоқ. Мен әр кез жарым маған көңіл бөлуге тиісті дейтінмін. Өзімді бірінші орынға қоятынмын. Мен оған не істедім емес, ол маған не істеді дейтінмін. Жар болу тек алу ғана емес. Сыңарына құрмет пен сыйластықты бере де білу керек екендігін ойламаппын. Келінімнің іс-әрекетінен соны түсіндім. Сабақ алдым. Бір күні келінімнің мамадан бір теңге айтқысы кеп, кібіртектеп жүргенін аңғарып сұрадым. Мама, Алла қаласа немерелі боласыз деді. Жүрегім жарылып кетеме деп едім. Адам, бала деп өмір сүреді ғой. Әйтсе де немере деген керемет екен. Әлі дүниеге келмеген шарананы қазірден жақсы көріп тұрмын. Аяғы ауыр болған соң көбірек дем ал деймін. Ол жыбыр-жыбыр тынбайды. Әжем 2 қабатпын деп жата алма. Ішіңдегі бала ірі боп босануын қиын болады. Көп қозғал, бала ширайды, толғағың да, босануың да оңай болады дейді. Деп ананы-мынаны істеп көп қозғалады. Іші білінгенше төркініне барып тұрды. Қарны өскен соң әжем айтады, сен 100-ге келсең де әкең үшін сол үлбіреген балапансың. Қарныңды шерметіп келме, бұл әкең мен ағаларың сенің өсіп өңгеніңді қаламайды дегендік емес. Иба сақта дейді. Алла қаласа босанып алған соң барамын ғой дейді. Бұл кезекті сабақ еді. Ішімнен өз-өзім қатты ұялдым. Себебі келін түскен соң артынша қыз ұзаттық. Құрсақ көтергенін естігенде әкеңнің өзің сүйінші сұра деп өзім айтқан едім. Ол, ура, папа, мен 2 қабатпын дегенде әкесі жақсы болған құтты болсын деді сәл ыржиып. Қуанды әрине. Негізі еркектер сәл қызғаншақтау келеді ғой. Қызын тұрмысқа бергісі келмей айтқанымды шошып түсіп, кейін күйеу баланы бауырламай тосырқаған есіме түсті. Менің қызым бала ғой, кішкентай ғой әлі, деп еді. Әкем ерте дүниеден өтті. Үйде өзге ер кісі болмаған соң еркіндеу, жайдақтау өстік. Іш киіммен жүре салу, түрегеп, жүріп, ас ішу, шаш, бұж етіп, сөйлеу, салу, үйреншікті әдет. Орысша оқыдық, дос-жора, ортамыз да сондай орыс тілді болды. Әрі Кеңес одағының кезінде өзге ұлттың еркін іс-әрекетін мәдениетінің шыны деп ұқтық. Еліктедік. Солардай болуды дәреже көрдік. Әкенің алдында қымсыну, етек жеңді жинап жүру, ерсі қылық жасамау, тартыну, оғаш сөйлемеу дегеніміз ойламай, білмей өстік. Қазір ақыл таразасына салсам, әке бала жасауды біз де білгенбіз. Дегендей, қыздың әкеден сүйінші сұрауы, әкенің ағаның алдында шермейіп тұруы шынында түсінген кісіге ерсілеу екен-ау. Иба деген бір ауыз сөзбен тәрбиелеген қазақтың тәлімі қандай керемет екендігін түсіндім. Үлкеннің ұлағатын ұққан келініме құрметім арта түсті. Бұл да сабақ болды маған. Осы қуанышқа орай дастархан жайылды. 7 шелпегін үстелге қойып жатып келін, папа, Құран оқып жібересіз бе деді. Біз бір-бірімізге үнсіз қарадық. Я әкесі, я ұлым, я мен бір сүре білмейді екенбіз. Өзің білесің, келін кібіртектеп, білмеймін деді. Келіннен ұят болды, дедім жатарда. Құдайдан ұят болды деді күйеуім. Сонымен қазан жабылу күйде қалды. Бірер күннен соң Бағила дегенде қонақ бөлмеге барсам, мынаны сен әкелдің бе деді 2 бет қағазды көрсетіп отағасым. Ашсам, Фатиха, Ықылас, Фәләқ, Нас сүрелері жазылыпты. Екеуміз бір-бірімізге қарап, іштей келінімнің сабағы екендігін түсіндік. Жұбайым төс қалтасына салып жүрді. Көп ұзамай жаттап алды. Тіпті өз ортамыздың молдасы атанды. Жолдастарымыз, молодецсің әй, бізде де жаттап алу керек, жас келді ғой, деп ақталақтанды. Мен де ниет еттім, бірақ қартайғанда сүре жаттай қою оңай емес екен. Ұмытқан жерімде қалған қате жерімді жөндеген келініме білмеймін деген қайда дедім. Білемін, әжем жаттаттырған. Өткен жолы неге оқымадың? Папамның алдында ұялдым. Әрі папам бізден ұялмасын дедім деді. Тағы ойланып қалдым.
Бірде күйеуім: «Қой бағилаш-ау, қартайдым, ата болдым, ертең немере келеді. Ақаңды тастағаным дұрыс шығар», деді. Мен үшін күтпеген жаңалғаш. Солай келінімнің ісі тек енеге ғана емес, атасына да сабақ болды. Аяулымның сабағына мұнымен біткен жоқ. «Мама, біздің үйге неге ешкім келмейді?» деді бір күні. Сасып қалдым. Оңтүстікке келін боламын дегенде марқұм анам оларға «Өзіңді басындырма, бір күні орамал тартып дамбал киіп келіп жүрме» деген. Сол сөздің әсерімен алғашқы күннен өзімді қайын жұртымнан алшақ ұстадым. Тік байқалау болдым. Ағайын, туысты жоғалтпадым. Онымды жеңісім санадым. Бір-бірімізден жек көрмесек те араласпадық, іздеспедік. Бір Алматыда үлкен қайнымның ұлы мен келіні студент қызы, екі қайынсіңлім отбасыларымен тұрады. Шақырсақ келеді, шақырмасақ жоқ, бізде де солай. Ал менің төркінімде 3 қызбыз. Үлкеніміз Ужан, Ресейде оқып, Украин жігітіне тұрмысқа шығып, Томскіде сіңілім. Ал отбасымен Павлодарда өз бауырларыммен араласқым кеп болған соң күйеуімнің туыстарын керек етпедім. Алыстан сыйластық. «Мама, ертеңгі туылған күніңізге осындағы тәтелерді шақырсақ, Асқат екеуміз ойласып», деді аяулым. Менің құптай қоймағанымды жанарымнан ұғып: «Осылай бір есік боп отыра береміз бе? Ренжімеңізші», әжем айтатын. «Қазаны қайнағанның берекесі тасиды, қазаны тақырдың ақыры тұқыр» деп, «Онысыз да мерекелік дастархан жаямыз ғой», деді. Ішкі ойымды білдірмей: «Дастархандарың жөнді болсын» дей бердім. «Саспаңыз, мама, кешке дейін үлгеремін», деді қуанып. Қонақтар түгел келді. Ән салынды, жақсы сөз, жақсы әңгіме, жақсы тілектер айтылды. Жарымның да жүзі жайнап, ұлымның да түрі кіріп, тіпті балам тәтелерінің балаларының алдында алып, өзбектеп, келін болса құрдай ұшып жүр. Байқаймын, бәрінің көңілдері де, назарлары да, ықыластары да аяулымда. Сыр білдірмегенім келмеді. Дегенмен үйіме нұр кіргендей болды. Кетерлерінде «Мынау үйдегі үлкен кісінің сыбағасын» деп біреуіне «Жездем жұмыста, боп келе алмады ғой, мынауы сол кісіге» деп, екіншісіне «Мынау балалардың тәтті мәттісі» деп келісіне пакет ұстатты. Босаған ыдыстарды жуып жатқан келінді сынамақ боп: «Менің рұқсатымсыз дастархандардың бәрін салып бердің ғой», дедім. Кірпігін жыпылақтатып еткізіп тосылып қалды. «Қайдан білейін? Қуанғаннан. Рұқсат сұрауым керек еді, кешіріңізші». «Ойнап айтамын, балам. Бергенің дұрыс болды». «Олар да қуанып қалды», дедім арқасынан қағып. «Оны да әжеңнен үйрендің бе?» «Я». «Айтпақшы, онысымен қоймай, мана дастархан басында тәтелер, ағалар, біз туыс болсақ та неге араласпаймыз? Араласу үшін бір сылтау болуы міндет емес қой. Келіп тұрсаңыздаршы, есігіміз де, жүрегіміз де ашық» деп жымиды. Сосын тағы да бас қосуымыз үшін мен ойын ойлап таптым. Қолымыздағы жеребеден аламыз. Кімге қай кісінің есімі түссе, сол кісінің үйіне айтпай сыйлық даярлаймыз. Отырғандар сөзге келмей келісті. Оған келіспеймін. Мысалы, мен 10 мыңға сыйлық аламын, ал екінші адам маған 500 теңгеге ғана зат берсе ше. Менің ойымша бұл келмейді, деді бүйректен сирақ шығарып қызым. Одан бикешім ренжімесін, сыйлықтың ақшасын келісіп алайық, деді. Келінім ойынды бұзғысы келмей, әрі қызымның да көңілін тауып: «Ал сыйлықты даярладық дедік. Оны қашан, қай жерде береміз?» деді үлкен қайынсіңлім. «Қай жердегісінес? Әрине үлкен үй біздікінде», деді келін. «Жоқ, олай болса келесі дастархан біздікінде болсын. Әрі Аяука келініме есік төр көрсетіп тәтті шай беретін Аяукаға рахмет. Миыңнан сол, пейіліңнен сол, жаным», деп айналып толғандым. Бұл менің келінімнен алған келесі сабағым болды. Шынында 60 жасқа дейін қалтаналы апа деп дәрежедегі жезде деп ағайын туысты алшақтатып алыппын. Оның үстіне қайын жұртты басыма шығармайдым деген жас кездегі түсінікпен бауырларды туысты тартуды, жақынға жылылық етуді білмеппін. Жүрегімді қатайтып алыппын-ау. Жастайымнан көргендерді сол болған соң балалар да ешкімді іздемеді.
Түнімен төсегімде дөңбешектеніп ұйқым қашты. Ұйқым қашқаны ойларым маза бермеді. Еске алып қарасам, қайын жұрттың маған титтей де тырнағы батпады, жамандығын қоя беріпті. Бердің, бермедің, келдің, келмедің, не істеп жатырсың деп есеп алған еш қайсысы болмапты. Қазір ойласам, есіме сай олар да мені керек етпепті ғой. Мен оларды жеңдім десем, жеңіліппін-ау. Ағайынға керексіз болғаннан сорақы не бар, түсінбеппін-ау. Бұдан ұққаным, күйеуімнің де, балаларымның да, қайын жұртымның да бір-бірімен араласқысы бар. Өз тас бауыр болған соң, балалардың да солай тәрбиелеп келіппін. Әуелден суық қабақ танытып, араласар еске құлып салып жауып тастаппын. Бұл тағы үлкен сабақ болды. Келесі жолы қайынсіңлімдікінде жиналып жатып келінім, «Мама, артымнан келген мына бренд әдемі жемпірімді тәтеме деп, жездеме ыңғайлы ештеңе болмаған соң ақшалай берейік деп шештік, Асхат екеуміз» деді. «Мұның не керегі бар? Мен қымбат коробка конфет алып қойғанмын да еще ойынға алған сыйлығым да 10 мыңға түсті. Мам, бірнеше рет бара жатырмын. Ілу апару керек. Бұл дәстүр. Ой, қойшы, дәстүр-мәстүріңді. Солай біледі дейсің бе? Неге білмейсің? Білген соң жаңа түскен келіннің есік төр көрсету рәсімін жасау дастархан жайып жатыр ғой. Дастарханды саған емес, ойынға. Неге олай дейсіз? Өткенде әдейлеп айтты емес пе? Не знаю. Қымбат киім, тағы ақша, тым көптеу емес пе? Әжем айтатын, жақыныңа ат пен атан берсең де жарасады деп. Біздің жақындарымыз солар ғой. Я, ине өткен жерден жіп өтеді. Қайын сіңілім келініме жіңішкелеу болса да алтын жүзік, ұлыма арзан қолдау болса да костюм шалбар кигізді. Кетерде пакетте тәтті ет салып беріп жатып, таңертең мына тәттілермен ата енеңе шай берерсің деді жадырап күліп. Бұл үйдегі бас қосу да тамаша өтті. Әңгімеде дүкен құрысып, әзілдеп айтылды. Жарым күйеу баласымен емен жарқын сөйлесіп, ұлым әпкелеріне еркелей қарады. Келінім өз үйіндегідей жүр. Дастарханға көмектесіп тынар емес. Келін балама көрсетіліп жатқан қошеметті сырттай көріп мартайып отырдым. Балаларымның тұлға болып қалыптасуы үшін де, адами өмір сүруі үшін де туыс бауырдың керек екендігін ұғынғандаймын. Аузыңмен құс тістеген керемет жан болсаң да, ағайынсыз адам ешкім емес екендігін түсіндім. Бұл да келіннен алған сабағым болды.